Саламатсыздар ма? Қазір Инстаграмда үздіксіз лента жасауды үйретейін. Ол үшін біз телефоныңызға PicsArt деген приложенияны жүктеп аласыз. PicsArtқа кірейік. Төменгі жағында мына плюс деген қызыл таңбаның ішіндегі таңбаны басамыз. Енді төмен қарай жүреміз. Төмен қарай жүргенде мына рисунки деп тұр ғой. Соның жәнінде мына плюстан қасындағы выбрать пустой холст деп тұр. Осыны басамыз. Бұл жерде барлық телефонда мынандай әртүрлі размерлер болады. Бізде Инстаграмға 1080 деген бар. Сол керек. Егер сіздің телефоныңызда жоқ болса, онда сіз кез келген размердің ішіне кіресіз да, бүйтіп соның ішінде 1080 деп өзгертіп аласыз. Сонымен мына оң жақтағы жоғарыдағы мына қызыл таңбаның ішіндегі стрелканы басамыз. Міне бізде ақ таза қағаз жүктелді. Енді бұны 80%-ға дейін кішірейтеміз. Енді сәл асып ары бері болса ешнәрсе етпейді. Енді оң жақтағы төмендегі мына 3 жастықшаны басамыз. Енді жоғарыдағы мына корзинаның жанындегі плюсті басып, пустой слой қосамыз. Енді қайтадан оң жақтағы төмендегі жастықшаны басамыз. Енді галереядан сурет қосамыз. Міне галереядағы дайын шаблоныңызды қосасыз. Галерея. Одағы енді біздің альбомдар қайда, картинки альбомы дейді, другие альбомы. Бесконечная лента, үздіксіз лента. Менде өзі дайындалған. Қазір мына екеуін жүктеп қойдым. Сіз оны интернеттен үздіксіз лента немесе бесконечная лента деп жазып жүктеп алсаңыз болады. Мынаны таңдадық. Енді бұған бүйтіп квадрат таңдайсыз. Сонымен иә деген сөзді таңдаймыз. Енді осы суретті біздің квадратқа созып дәл келтіріп аламыз. Асып кетпесін. Былай қарай тартамыз. Жоғары тартамыз сәл-сәл. Сәл келіп тұр ма? Сәл келмей тұр. Былай болды. Дұрыс болды ма? Енді мынау сұр жерді кез келген жерінен басамыз. Болды, дайын болды. Енді төмендегі жастықшаны асықпаңыз. Төмендегі оң жақтағы 3 жастықшаны басамыз. Бұл не? Бұны былай орнымен ауыстырамыз. Болды. Енді қайтадан 3 жастықшаны басып, енді галереяға кіреміз, қайтадан сурет саламыз. Бұл суретке біз қайсы затты қойсақ екен? Ол үшін мен қазір таңдап қойған суретім бар. Мынаны қоямыз. Бұл мынандай сурет болып тұр екен жаңа. Осыны таңдадым мен. Енді бұны былай созып қою керек. Ортасына қарай қояй. Барлық жағына бірдей болатындай болсын. Былай. Және былай. Сәл асса ешнәрсе етпейді. Жерге былай қоямыз мұны. Көп аспағаныңыз дұрыс. Сәл асқандай тұрған ештеңе жоқ. Енді бұны былай қоямыз. Дайын болды, көрдіңіз ба? Енді мына үстіндегі ақ дөңгелектің ішіндегі стрелканы басамыз. Астынан сохранить и поделиться деген сөз шығады. Сақтаңыз және бөлісіңіз деген. Соны басамыз. Енді міне және де шықты, сохранить деген, сақтаңыз деген. Соны басамыз. Енді ең соңғы мынау сохранить деген жасыл нені басамыз, сақтау.
бұл енді реклама, мына крестикті бассаңыз кетіп қалады. Мына галерея, жаңа суреттердің несіне басамыз, осында сақтаймыз. Сохранено в галерее дейді, галереяға сақталды дейді. Енді готово, дайын болды, басамыз. Болды, енді сізде ол галереяда ол сурет тұр. Оны біз енді былай кіреміз қазір. Инстаграмға кіріп, былай Инстаграмға кіреміз. Менде мынау жүктелген, мынау маған жаңа жүктеп қойған, бұл ұнамады. Бұны алып тастаймын. Өйткені мынандай бір қалыпты болғаны дұрыс та бәрінің. Енді мына суретті жүктеймін. Былай. Бұның жазуы қайда екен? Қазір менде жазулары дайындалған. Мен мына жаққа қойғам. Менің мында WhatsApp-та бір-екі чаттарым бар, қосылам десеңіздер, ссылкасын астына жазып қоям. Ссылка есть основа праймер. Копировать. Следуйте за мной, Винкс, мы на месте. Ставить. Здесь? Да. Секретная комната Алфеи, где хранятся все секретные объекты. Бұл жерде көп болғандықтан симауы да мүмкін. Былай. Невероятное место. Видите? Так. 3 чемпиона Алфеи. Туралап шығайық енді. Они самые сильные феи во всей волшебной истории. Если вы рассмотрите их внимательно, вы вспомните их по урокам волшебной истории. Пламенная Все лицо. Енді міне Мирар Флеймға бөлісеміз. Инстаграмға жасап, бір постыны Фейсбукқа бөлісе болады. Және Одноклассникқа бөлісе болады. Одноклассникта өзіңіздің неңіз болу керек. Ол жағын кейін түсіндіре жатармын. Қазір енді міне поделиться, бөлісу дегенді басамыз. Болды, дайын. Енді көрсеңіз болады. Міне. Осылай кете береді. Бұған енді лайк басып қойыңыздар. Тоқтай тұрқынан былай қоятыр. Жерге лайк басайын. Енді мынаны бітті. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астында комментарийге жазыңыздар.